Өзбекстанда түркі мемлекеттерінің теміржол қызметкерлері арасында спорттық спартакиада өтті. Дүбірлі додада Қазақстан құрамасы командалық есепте топ жарды. Теміржолшылар деңгейіндегі мұндай бәсеке алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Мақсат түркі елдерінің бірлігін бекемдеп, ынтымағын нығайту. Байрақты бәсеге Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Әзербайжан темір жолшыларын жинады. Жарыс көрген ерлермен қатар қыз-келіншектер де қыздырды. Командалар қол күрес, шахмат, үстел теннисі, гір көтеру және арқан тартыстан сынға түсті. Ташкент қаласында шақырып отырған үлкен рахметімізді айтамыз. Бұл үлкен іс-шара мемлекеттердің арасында біріктіріп отыр. Бір-бірімізді танып отырмыз. Тілдесіп, жақын болып қалдық. Негізі осы іс-шараның арқасында. Командалық есепте ел құрамасы 6 алтын, 3 күміс және 1 қола жүлдені еншіледі. Әсіресе отандастарымызға қол күресте ешкім тең келмеді. Гір көтеру, шахмат және арқан тартыста да қарсыластарын қапы қалдырды. Все прошло на хорошем уровне, дружеский. Жарыс жоғары деңгейде өтті. Достық рух сезіліп тұрды. Түркі мемлекеттерінің алғашқы спартакиадасы қызметкерлер арасында байланысты жақсартып, еңбек өнімділігін арттырады деп ойлаймын. Командалық есепте топ жарып отырмыз. Қол күресте 3 алтын алдық. 10 сайыстың 6-ауында тұғырдың ең биік сатысына көтерілдік. Алдағы уақытта да осылай жалғасады деген үміттеміз. Алғашқы спартакиада нәтижесі бізді ерекше қуантты. Спартакиада мақсаты өзара кім мықтына анықтау ғана емес, түркі елдерінің бірлігін нығайту. Қазір бауырлас мемлекеттер темір жол саласында серпінді серіктестік орнатып келеді. Бұл бағыттағы байланыстың келешегі кемел. Спортты жанына серік еткендер жарысты алдағы уақытта дәстүрге айналдыруды көздейді. Рауан Мыңбаев, Санжар Шатулегенов, Хабар 24, Өзбекстаннан.